Маған Мгм. Серікжан Біләш хабарласты ертесінде дереу. 5 жыл Америкада жүрген кезде бір рет Қытайдың елшісінің алдына шығып Қытайдың туын өртеген жоқ па Америкада? А бұл кісі қазір Америкада қандай табыспен күн көріп жүр? Алдап сулап, алаяқтықпен жаңағы қайыртылумен өмір сүріп жүр бір жағынан. Осы алданған қылығы әшкерленетін болса, Сержан Біләш түрмеге жататын болады. Жалпы сонда Серікжан Біләшті қолдайтын Қазақстанда ол кісіні ақтап алатын кісілер Қытайдан келген сауатсыз қазақтар дегіңіз келіп тұр ма? Осы Сержанның мақсаты әрбір деңгейден айналып келген кезде Қытай Компартиясын өзін қорғап отыр. Сіз бір туыстарыңызды да алдап кетті деп. Менің Қытайдан келген біліп, сотқа арыз жазып жүрген ғой. Серікжан Біләш қазір Америкада жүріп түрлі ақш-та митингке шақырып жатыр қазақтар. Жалпы бұдан не пайда? Екеуіңіздің жаңағы араларыңыздың ушығып шиеленісіп кетуі сол ақша мәселесінен ба? Қазақстандағы қазақтардың бәрін алдағанын сонда бірақ түсініп, екеуміз сол жерде ренжісіп соғысып кеттік. Қазақстанның президенті боламын, сол кезде маған қазір қолдау көрсетіп 1000 теңге жібергендерге $1,000,000 берем. Қазақстанда тұрған лагерде қамалып шыққандардың өзін Лондонға жібермей қойған ғой. Кілең Сержан Біләштің сол каналдағы ақпаратын қарасаңыз, арандату сипатындағы ақпарат. Серікжан Біләштің халықтан жинаған ақшалары бұл қалай жұмсалады? Негізгі жемқор Тілек Ниязбек, Серікжан Біләш, Бекзат Мақсұтхан. Халықтан жиналған ақшаға қыздарға барған, массажға барған. Қытайдан келген қазақтарды Қазақстан өкіметіне арандату Қытай Компартиясының арманы деуге де болады. Шетелде жүрген кез келген қазақ, Қазақстанда жүрген қазақтардың проблемасын шешпейді. Ол да қазір Америкада заңсыз жүр мысалға. Енді Америкаға кетті де Америкада жатып, Қазақстандағы қазақтарды арандатып жатыр. Бұл 2021 7 айда бітіп кеткен. Бұл заңсыз жүргеніне 5 жылдан асып кетті. Біздің оппозиционерлер бар ғой, шетелде тұрған. Неге олармен араласпайды? Сержан оларға қосылмайды емес, олар Сержанды қоспайды олар. Мерзайқаным сияқты ма сізге? Қытай Компартиясын боқтауға разрешение албаған ғой, рұқсат албаған. Мен танитын әйелдерін айтып берейін, Шынымен де болашақта президент болатын болса, бәрімізді айыратын шығар. Ассалаумағалейкум, армысыздар, қадірлі көрермендер. Бүгін кезекті подкаст сұхбатымыз саяси шындық министрлігі каналына атына заты сай бір ерекше болайын деп тұр. Біз Ерекеңмен өткенде бір 2 айдың көлемінде сұхбат жасағанбыз. Ереке, сол сұхбаттан не өзгерді? Тиктокта танымал болып просмотрлар ұрып жатыр әйтеуір. Эфирлеріңізге 150-200 адам кіріпті. Не жаңалық болып жатыр содан бері қаратай? Не өзгертті подкастты? Енді мен алдында тиктокқа негіз шықпағам ғой. Сол бизнес туралы сұхбаттан кейін сіздерге берген сұхбаттан кейін жалпы көрілім көп болды, адамдар көп болды. Тиктокта просмотрлар өте көп болды. Қазірге дейін бір вообще бәрін қосқан кезде бір 5 миллионнан асты деп айтсам болады. Басқа нелерге де тараттым мысалға. О жақтан да көп болып кетті. Жалпы тиктоктың сауда бойынша басқа қысқа нұсқалы анандай сұхбат бойынша өнімі кішкене көрнекті жоғарылайды екен, соны байқадым. Тамаша. Енді жалпы өткен сұхбатымыз сол бизнес бағытында болды, бірақ арасында саяси Серікжан Біләш деген тақырыпта қозғап едік. Енді бүгін сол тақырып асқынып немесе үлкен көлемде болайын деп тұр, сол кезде айтқанбыз ғой, арнайы бұл тақырыпқа жеке сұхбат арнау керек деп. Ереке, сол сұхбатты мен сториз ретінде салып жіберіп едім, сұхбат болып жатыр деп. Маған Серікжан Біләш хабарласты ертесінде дереу. Өз айтпақшы, дереу. Хабарласты да, мына сұхбатты жарияласаң, оңбай кетесің, әкеңе танисың деген сияқты айтты. Сосын мен сізге айттым, өстіп жатыр деп едім, сіздікі қаншылықты рас деп едім, сіз айттыңыз, мені тыңда, мен сотта жеңгем, оны да тыңда, мен жайлысын дедіңіз. Сосын ол кісіге айттым, давайте сізден де сұхбат алайын деп оған айтып едім. Міне деп, осымен 3-ші рет келісіп қояды да, арғартай алып кетті. Енді ол журналист ретінде сұхбат алсам деген мен ретінде ол сәл кішкене құрметсіздік болып қалғаны рас. Содан кейін енді ақиқаты бар адам екі жақты да тыңда деп айтады ғой. Мен сізге риза болдым да, содан кейін ал онда ақыр өзің бермейсің, не өзгенікін шығармайды екенсіз дедім да, сіздікін жарияладым. Сұхбат шықты, адамдар 90% комментарийда сізді қаралап жатты.
Мгм. барлығы жаппай тиісіп жатты. Мен сонда байқағам, сізден сұрадым ғой, неге сонша сізге тиіседі деп. Енді ол ана кісінің сол сіздің бизнесіңізге, кәсіп жайлы негізгі 90% айтқан әңгімеміз жайлы емес, сол 10% айтылған Серікжан Біләш туралы тақырыпқа ауып кетті да, барлығы комментарийда 2,5 мың адамның басым бөлігі сол сізді алаяқ, қаралап, сендер кімсіңдер, оңбағандар. және бір байқағаным, комментарийда бір сауатты нақты дәлелмен жазылған ештеңе жоқ, бірақ барлығы әйтеуір қаралай беру, мені боқтау, сізді боқтау деген сияқты әңгіме болды. Соған қарап сәл қарным ашып, неліктен деген әңгімені өзіме ары қаратай түсінікті болса деген ой бар. Енді кешеде мен ту мәселесіне байланысты бір видеолар, сұхбат алғандарымнан үзіндісін салып едім. Тағы да кісілер айтып жатыр әртүрлі. Бірақ сол өткендегі сізбен сұхбаттағы жазылған комментарийлардың ауанымен бірдей. Бір мағынада нақты дәлелдер жоқ, тек қана андай бас, мынаның хайуан, сендер топассыңдар, оңбаған, ешқандай бір не жоқ, тек қана былапыт сөздер. Иә. Неге бұндай жағдайға түсіп қалдыңыз? Жалпы сізді не үшін қаралайды? Енді жалпы о адамдардың қаралаудағы себебі, олар енді шынын айтқан кезде өзіміздің Қытайдан келген, Мгм. ауылдан шыққан, малшы, диқан, ішінде әкелеріміз де бар, ағаларымыз да бар, керек болса апаларымыз да бар деген сияқты. Ол кісілер жалпы Қазақстанның жазуын танымайды. Аха. Олар жаңағы білесіз ғой, өзіміздің Қытайдан келген қазақтар біреу жақсы сөйлесе, жаңағы ақын тілде, әдеби тілмен сөйлесе, соған еріп кететіні бар. Ә, Бұл кісінің өзінің айналдырған бір 50 шақты адамы бар. Асып кетсе 60-70 шығар. Сол адамдар ылғи да сол Сержан не десе, Құдайдың сөзі дегендей, ол Сержан сөйлегені соттың сөзі сияқты оған сенеді. Дәлел жоқ сөзге сенеді. Бұны адамдарды Сержан Біләш өзі группалар бар, арнаулы тәрбиелеп, өзіне қарсы шыққан, өзінің айтқан сөзін терістеген, өзінің айтқанына келіспейтін кез келген адамның бәрін қаралауға өзінің жаңағы командасы бар. Арнаулы бір жолда шабуыл өтеді, бір жолда сізді қаралайды. Жазған жазулардың бәрі, өзімде Қазақстан сияқты, местный қазақтар сияқты сауатты жазып кете алмаймын, бірақ барынша түзетіп жазуға тырысамын. Бірақ қарасаңыз, жазу мәнеріне қарасаңыз, бәрі өзіміздің Мгм. туылған жерімізден келгендерді. Енді былайша айтқан кезде олардың бәрі надандық. Әрқандай адам біреудің сөзіне сенерден бұрын оны дәлелдеп, көзін жеткізіп, сараптап, ақ-қарасын анықтап болған соң ғана оған комментарий жазу керек, оған пікір жазу керек, оны айтқан сөзін ақ-қарасын, алдартын бәрін ойластырып, содан кейін пікірін жазу керек та. Бізде көбінде Қытайдан келген қазақтар, бұрын саясатқа араласпағанбыз, сыртқы өмірді көрмегенбіз, сыртқы дүниеде не болып жатқанын білмейміз. Қытайдың ішіндегі өзі жаңағы жинап құрастырып берген жаңағы өзінің материалдарымен қана жаңағы саяси көзқарасты қалыптастырып қалғанда, сонымен бұлар жаңа бірден Қазақстанға келген соң ең жеңіл Сержанның тілі оларға жеңіл болып, жаңағындай бүкіл әлемнің ақпаратын Сержан бәрін зерттеп жатыр, бәрін айтып жатыр деп миларына тоғытып, сол неден шыға алмай отыр да. Адамдар өз-өзінен тәуелсіз ойланып, Сержанға жаңағы Біләшқа қарсы пікір айтып, соның айтылған сөздерін дәлелдеуге жаңағыдай мүмкіндіктер жоқ. Өзіміздің ауылдан келген момын, жуас қазақтарымыз өкінішке орай сондай пікір жазумен айналысып келе жатыр. Мен оларға ескертіп айтамын, айналайын қазақтар, сендер менің фейсбугімде қаралаған кезде біраз жерге апарады. Осы 11 айдың 2025-13 ұсталғаннан бастап менің фейсбугіме 90% фейктердің шабуылы азайып қалды. Қалай солар ұсталды, 19-18 қамалды, менің фейсбугіме шабуыл жасайтындар 90% азайды ғой. Ана ұсталғандардың бәрі Сержан Біләшқа еріп кеткен, артынан жүрген, Сержан Біләштің ұйымдастыруымен кеткен адамдар. Мен қарап көрсем, 11 айдың 13-нен кейін сол фейктер, мен әдетте фейктерді өшірмеймін. Маған жазған, қаралаған сөзім халық көрсін, сауатты халық көзі көріп, менің кім екендігім баға берсін деп әдейі өшірмеймін. Маған кез келген TikTok болсын, Instagram болсын, менің WhatsApp-ыма жазған болсын, Facebook-ыме жазған болсын, кез келген өзіме қарсы жазған комментарияның бәрін өшірмеймін.
сол өшірмегеннің пайдасынан ана 11-ші айдың 13-нен бастап түрмеге кіріп кеткендердің 90% фейк екенін байқадым, Сержанның өзін тәрбиелеген. Солар мен Фейсбугімде қазір азайды. Өкінішке орай сондайлар көп. Жаңа дәлелсіз заттарға сенетін өзіміздің Қытайдан келген қазақтар. Жалпы сонда Сержан Біләшті қолдайтын Қазақстанда ол кісіні мақтап, мадақтап, оң болсын, дұрыс болсын, ол кісіні ақтап алатын кісілер Қытайдан келген сауатсыз қазақтар дегіңіз келіп тұр ма? Енді шынын айтқан кезде сауатсыз қазақтар деп айтуға болады, бірақ ренжімесін, бәрі емес, бір айналдырған саны 100-ге жетпейді. Сығып қоссаңыз, әрең 50-ден асып жығылады. Осы шамасындағы адамдар ғана. Яғни ол кісіні қолдамайтын адамдар, сауатты түсінген адамдар, онсыз да комментарий жазбайды да, жақсы деп өтіп кетеді. Мәселе сол қарсы немесе арнайы бір тапсырма алып, әдейі жазатындардың саны көп болып тұр дейсіз ғой сонда. Жазған үшін бізге көп сияқты болып көрініп тұр ма? Енді анау комментарийде нормаль жазады, сол адамдардың арасына қосылып кетіп, аналар бірінен кейін бірі аттас болады, бірінен кейін бірі жаңа біртүрлі ат қойып, өнеге өздерінің фотоларын шығармайды, шын аттарымен қолданбайды, сондай жазатындар көп та. Жақсы. Енді осы тақырыпта тереңірек қаузаймыз. Секең маған айтқаны жаңағы сіздің Қырғызстандағы бір оқиғаларыңызды айтты. Қырғызстанда адамдарды алдап кеткен, қадап кеткен, міне мынандай дәлелдерім бар деді. Содан кейін бір жаңағы өзіңіз айтпақшы фейк деген кісілер көп деген ақпараттарды YouTube'дан, басқа жерден маған бүкіл деректерді жіберді. Сіз бір туыстарыңызды да алдап кетті деп. Осы екеуіне жауап беріңіз, содан кейін ол кісінің жеке негізгі тақырыпқа өтейік. Енді мен бірінші анау туыс деп айтып атқаны кіші әкемді айтып отыр ғой. Иә, әйтеуір айнағасын деді ма, кіші әкесін деді ма? Иә, ол былай болған шаруа. Мен Дубайға кетердің алдында Алматыда 5 жерден коттедж үй салғам. Ана Думан бар ғой, Бесағаштың жанында. Ана Магнум бар, Магнум жоғар жағында. Сосын ана Ұзынағаштан 520 квадратқа, сосын ана таудың төбесінен 4, 1, 2, 3, 4, вообще 5 үй салғам. Жиыны 1700 квадрат метрге үй салғам. Сол үйді салған кезде менің атымда әдемі хаус деген компания болған. Менің атымда Construction деген компания болған. Сосын Тайван Қазақ деген импорт-экспорт жасайтын компания болған. Менде Айдар деген жігіт анау бригаданың бастығы болып, үй салумен айналысатын жігіт болған. Сонымен интернетте танысып, сонымен жаңағы мен үй салғанда жаңағы бригаданың бастығы болсын деп, жаңағы үйдер сағылуға соны ұйымдастырған ғой. Сол жігіт бір күні маған келді. Ерлан дейді, мен қазір бір ағаш үй салмақшы еді. Сол Екагрин деген компания бар. Google-ға терсеңіз Екагрин деген компания шығады. Сол Екагрин деген компанияға бір 600 квадраттар ағаш үй салмақшы едім. Соны Астанада бір компаниямен контрактқа отыру үшін менің компаниям сұрап жатыр дейді. Менің компаниям әресте деді. Маған ақша салса, ол шықпай қалады дейді. Содан кейін, жарайды, онда не істеу керек десем, сіздің компанияңыз бере тұрыңыз. Мен ана депозитқа дейді да, бір 10% ба, 5% ақша береді, соны салғызып, соны шығарып алайын да, содан кейін мен жұмысын баста кетейін дейді. Содан жарайды деймін да, мен Тайван Қазақ деген интернешнл жаңа компаниямның атын берем, шотын берем. Берген соң ол орысшаға қол қойдырып, бәрін жасатып, жаңа 5 миллионға заклад алады екен, депозит алады да, 5 миллион теңгеге. Ана ағаш үйді ресми түрде бісмілласын бастау үшін. Жарайды деп, мен жаңа компанияны берем, шоттарын берем. Сосын мына Төле би мен Қалдай Ақуаның ба, қиылысында, жоқ, Қалдай Ақуаның бойында Сбербанк бар. Ол кезде ше, 2020 жыл ма, 19 жылдар Сбер деген банк болды. Сол банкке жаңағы Айдар деген жігіт екеуміз кіреміз де, ана Астана жақтан жаңағы менің компаниям шотына 5 миллион теңге аударған кісіні шотқа аударады ғой. Мен соны барамда Қалдай Ақуаға Сбербанкқа барып, жаңа Айдар деген жігітке шешіп берем. Сол шешіп берем де, анау біздің Бесағаштың ар жағында екен, Тұзды Бастауда ма? Екагрин деген компания. Ол жаңағындай шөп, бірдеме өндірумен айналысады. Екагрин ше, жаңағындай қыста жаңағындай гидропоника сияқты болып тұр ғой. Иә. Қыста анандай сәбіз, ана көктат, бірдемелер өсіретін бар ғой. Сондайда
Сол компанияға 600 квадратқа ағаш үй салады да, сол 5 миллионды алады ғой енді жұмысты бастау үшін. Мен соны беріп жіберемін. Содан кейін жарайды деп ол жаңағы сонымен қалады. Аралықта менің үйім мына жақтан салынып бітеді. Мен содан кейін жұмыстарын бітіріп Дубайға кетем. Бұның ағаш үйі де салынып бітеді. Примерно бір 2 жылдан кейін, 1,5 жыл, 2 жылдан кейін менің үстімнен арыз жазып жібереді. Оның алдында мен Дубайға шетелге кетердің алдында компаниямды анау кіші шешемнің атына оформление жасап тастаймын ғой. Ертең мен шетелге кетіп бара жатырмын. Бір жұмыстар бойынша сіздерге мына компанияны өткізе тұрайын деп, жаңағы компанияны сол кісінің атына аударып қойғам. Сөйтсем, жаңағылер Астана жақтарымен жаңағы Айдар деген жігіт екеуі сыбайлас екен. Менің Қытайдан келген біліп, орысша жазу танымайтын біліп, сотқа арыз жазып жіберген ғой. Содан кейін соттағылар маған звондайды. Осындай сіз біреудің үйін салып берем деп, ағаш үйін салып бермепсіз дейді. Мен сотқа айттым, айналайын сотшы, сіз қараңыз анау ағаш үйде. Ағаш үйде менің видеом бар ма, фотом бар ма, жоқ ағаш үйді салдырған Экогрин деген компания мені өмірде көріп пе екен? Болмаса анау Астанада тұрған компания мені өмірде көріп пе екен? Сол орыстармен мен орысша сөйлесе аламын бе екен? Сіз сол дәлелін көрсетіңіз маған. Егер сол дәлелін көрсетсеңіз, мен сізге 5 миллион теңгені өндіріп төлеп берейін деген ғой. Сот уже менің үстіме шешімді де шығарып қойған ғой. Түсінесіз ба? Сот сөйтіп шешім шығарып қойған. Мен бұл соттың шешімімен келіспеймін. Мен бұндай жұмысты, ағаш үй салатын жұмысты мен алған жоқпын. Мен өзімнің үйім салдым да, Айдар деген жігітпен аткесімді үзіп тастағанмын. Осылай деп соттың орындаушыларына түсіндірдім. Егер сіздер сот әділ болсаңыздар, мені ана ағаш үй салған кезде ағаш үйді 5 ай салды ғой. Хотя менің бір апта сол ағаш үйдің жанында жүрген видеоларын тапсаңыз, маған жіберіңіз, мен осы 5 миллион теңгені сіздерге өндіріп беруге уәде берем деген. Сонымен олар жоқ, мен ана бір қағазға қол қойып қойыптым да, мен оны байқамай қалыптым ше. Ана қойып беретін қағазға ше. Бұның жаңағы кісілерге қатысы қандай болды енді сонда? Енді заң бойынша тәптештеп былай қараса, бұл кісімен дым қатысы жоқ ше, кішекемдермен. Жоқ, ана, сол. Қатысы жоқ. Онда қалай сіз ол кісіні алдап кетті деп шықтыңыз? Ол кісілерді алдап ақшасын алып кетті деп Сержан Біләштер қосып айтып етіп отыр ғой, елге жарылап жіберіп отыр. Мен ол кісілер дым бір тиын ақшасын алған жоқпын. Өздерінің айтқан видеосы бар дейді ғой. Өздерінің айтқан видеосын тыңдасаңыз, ол жерде мен ешқандай ақша алған жоқпын. Бізді олар жаңағы сот орындаушылары жаңағы компанияға келеді ғой. Компанияға ше, мына қарызсыңдар 5 миллион теңгені өндіріңдер деп. Енді компанияның иесі кім десе, менің атымнан мен ана кіші шешеме аударылып кеткенде, сол кіші шешемді іздеген ғой. Сол сөзді бұлар бұрмалап, жаңағы Ерлан жаңағы кіші әкесінен 5 миллион теңге ма, 7 миллион теңге ма ақша алып қашып кетті, алдап кетті, өстіп кетті деп, бұл жаңағы соттың шешімі тура айтпесе. Ол соттың шешімін Сержан Біләш болған адам, есі дұрыс болған адам. Сол соттың шешімін жариялау керек еді ютубтарында. Сонда адамдар толық түсінетін еді. Соттың шешімінде тұр, не болған жағдай анық жазылып тұр ол жерде. Мынау біздің сұхбаттан кейін, өткендегі сұхбаттан кейін көріпті да, сіздің бір Қазақстанда, Алматыда кластасыңыз бар екен. Сол кісі кездестік, айтады, көрдім, бұл мен кластасым еді, осылай мықты еді. Серікжанға байланысты осындай айтыпты, негізі бір берген ақшасы бар еді дейді. Кімге берілген ақшасы дейді? Серікжанға ақша берген дейді сізді. Сержанға мен қалай айтайын? Сержан 2017 жылдың соңына келді. Сол соңына келгеннен бастап, мына Лайла деген әйелімен таныспын да. Бұл Лайла деген 3-ші жылын туатын кезде Сержанда да ақша жоқ болды кезде. Мына Лайлаға бердім ақшасын. Сосын Сержанның соты болды. Сот болған кезде Айман болды, Шынқуаттар болды, бәрі таниды. Анау тағы да Бауыржан деген адвокат болды. $5,000 сұраған кезде онымен келіспей қап. Енді ана Айман, Шынқуаттарға бәріне Сержан үстінен арыз жазған кезде ақшасын бәрін мен төледім, беріп отырдым. Біз талпа болып 40-50 кісі болып тамақ ішеміз ше. Енді ана Қытайдағы қазақтарды түрмеге қамап, жаңағындай паспорттарын тартып алып, шекара жабылып қалған кезең болды ғой. Сол кезде
мен көмектескенім бар. Оны Сержан өзі де кезінде видеосында айтқан, көмектескен осындай ақша берген деп. Офистің барлық ата жұрт 50-60 адам болып, бірігіп тұрған кезде, сол кезде офистардың арендасына көмектесті. Мгм. Серікжан түрмеде қамалған жоқ, үй қамаққа қамалған кезде адвокаттардың ақшасын, сосын жаңағы самолетпен ұшатын шығындарын, сосын қиналған адамдарға ата жұрттың атын шығару үшін көмектесу жағдай болсын. Сосын ата жұрт партиясы құрылатын кезде 700 адам жинау керек деді ғой. Мгм. Сол кезде мен 2019 жылдың соңында 2020 жылдары бір 300-ге жуық адамға 21.250 теңгеден жаңа ақша таратып бердім. Ол кезде өкімет 42.500 теңгеден, 50.000 теңгеден ақша таратып жатты ғой. Сол кезде мына Сержан Біләштардың ата жұрттың ұсынысымен осындай бізде партия құруға өтініш жазып керек, айтып керек, осылай көмектесең дегеннен кейін мен бірден айттым, мен семьясында қиыншылығы барларға көмектесейін, егер олар ниеттеніп сіздерге жаңа қолын қойып беріп ата жұрт партиясын қолдайтын болса, өздері шешім қабылдасын деп, сөйтіп ана Тілек Ниязбектің Facebook парақшасымен сөйтіп мен өз атымды білдірмей, солардың атынан 21.250 теңгеден примерно 300-дей адамға, 200-ден жоғары 300-дей адамға тарап, сөйтіп ақша да таратқанбыз. Оның үстіне Сержанның Жарқын деген інісіне қиналған кездерде Сержан Біләш ақшасын төлеп берген кез болды. Мынау операторы Ғалымның айлығын төлеген кездер болды. Сосын Астанадағы офистің арендасын Астанада оператор болды, жаңағындай видеокамераға тартатын. Олардың төлеп берген жағдай болды. Сосын Сержан Біләштің мына қаншама адамдарды Стамбулға апарды, лагерден шыққандарды. Ол лагерден шыққандарды Америкаға алып келу болды, самолет билеттерін, шығындарын төлеу болды. Сержан Біләшқа мен 2 рет Түркияға апарып, наличкамен, түріктің лирасымен ақша алып берген кездер болды. Мен примерно есімде бар, $7.000 бердім. Мен оны анау түрмеден шыққан Гүлзира Әуелханның семьялық несіне қолдансын деп, мен Сержан Біләшқа общий 2 рет $7.000 ақша апарып бердім. Ана Стамбулда жүрген, Сержан Біләштің жанында жүретін үлкен кісі бар ғой, Бабыслам деген кісі. Ол кісіне $1000 наличкамен ақша берген кездерім болды. Сөйтіп көп көмектестім. Сонда Сосын қазір мынау екеуіңіздің жаңағы араларыңыздың ушығып шиеленісіп кетуі сол ақша мәселесінен ба? Сіздің соны жоқ, қайтаруын талап ол етсіз бе? ақша Не бұл? екінші мәселе. Бірінші мәселе не? Сержан Біләш екеуміз былай келіскенбіз. Так. Мынау лагерден шыққан біздің негізгі мақсатымыз, мына Қытайдағы қазақтардың, мен оған айтқан мақсат, мен айттым, Қытайдағы қазақтар Пекин бірден еркіндік берсін, шетелге барып шығуына мүмкіндік жаратсын, паспорттарын қолына берсін, түрмеде жатқандарды жазықсыз болса босатсын. Сол нәрселерді дәлелдеу үшін біз 50-ге жуық адамды мына Қазақстаннан түрмеге шығып жатқандар көп қой, жатып келгендер. Стамбулға апарып, Стамбулдан Америкаға ұшыратын болып, Америкадан Нью-Йорк қазақ сотын ашатын болып, мен оған көмектесетін болып, сөйтіп келісім болған арамызда. Сержан Біләш 2021 жылы бірінші айда 6 айлық визасын алды да ұшып кетті. Сол осы жаққа келген соң сол жұмысты бастайтын болған ғой. Кейін мен Америкаға өзім 2023 жылдың соңында келіп, Сержан Біләшпен бетпе-бет жолыққан кезде, мен сол кезде бұл біздің бүкіл әлемдегі, бүкіл Қытайдағы, бүкіл Қазақстандағы қазақтардың бәрін алдағанын сонда бірақ түсініп, екеуміз сол жерде ренжісіп соғысып кеттік. Так, онда осы мәселеге тереңінен кірейік. Жалпы сонда Сержан Біләшті Қазақстандағы халық, өзі айтпақшы, бүкіл әлем ата жұртты осы Қытайдан келген қазақтардың құқығын қорғайды деп таныды. Бірақ оларды сонда алдаған болып шықты ма, және кімдер алданды, қалай алданды? Бұларды конкретно алдаған болып шықты. Алдаған себебі, мына қазір бізде Қазақстанда 5 босқын бар. Ішінде Қайша Ақан бар, Тілек Табарак бар, сосын тағы бір жігіт бар. Вообще Қайсар, Мұрагер деген сияқтылардан 5-еу бар да. Соның ішінде, сол 5-еуінде Америкаға алдырамын деген ғой. Айтқан да. Айтып, содан кейін анаған сұхбат бергізіп, мынаған сұхбат бергізіп, өздерінің аттарынан әйтеу каналдарға сұхбатты бергізіп, жаңағы бұларды алып келмеген.
негізі Сержан Біләшпен мен 2020 жылы жазған аудиодағы аудио сөздерім бәрі дәлел ретінде бүгінге дейін тұр. Біздің негізгі мақсатымыз сол. Жаңағы лагерде қамалғандарды Америкада Нью-Йоркқа алып келіп, қазақ сотын ашып, Лондондағы ұйғыр соты болған сияқты. Қытайда мынандай зат, мынандай түрмеге қамап, Қытайда қазақтарды Қазақстанға емін-еркін жіберуге кедергі болып жатыр. Осыны тоқтатайық деген ниетпен, менде осындай ниет болды. Бірақ Сержан ол ойды іске асырған жоқ та, ондай ниет болған жоқ. Сол лагерден шыққандарды Америкаға алып келем деп, ол лагер куәгерлеріне де уәде берді да, уәдесін орындаған жоқ. Ол лагер куәгерлердің екеуі-үшеуі куәлік берді, біз осындай айтқан Сержан Біләш, осылай алдап кеткен, Америкаға алып келем деген, артынан әкелмей кетті деп, оларда да видео үндеп тастап, Сержанға алданғандығын айтып шыққан. Бұл сосын, мына Лондонда ұйғырлардың соты болатын кезде, мына Қазақстанда тұрған, лагерде қамалып шыққандардың өзін Лондонға жібермей қойған ғой. Не себепті? Сіз ойлаңыз, Қазақстанда жүрген кезде біздің мақсатымыз Қытай өкіметін, Қытай компартиясын, Қытайдағы қазақтарға емін-еркін шетелге шығуына мүмкіндік беруге біз сол үшін арызданып жатырмыз. Қытайда қазақтар аман есен жүрсін, Қытайда қазақтар кез келген шетелге кіріп шығып жүрсін, оларға ешкімде кедергі болмасын деген ниетте, сондай ниетте ғана біз жаңағы халықаралық ұйымдарға ресми заңды түрде арызданайық деген ниетпен бергенбіз ғой. Сонда мен сұрастырып біліп бәрін неған кезде, Сержан міне бүгінге дейін 5 жыл болды Америкада, ешқандай заңды түрде Ақ үйге арыз Қытай қазақтарының атынан Қытай компартиясының үстіне арыз жазбаған. Америкадағы Ақ үйге. Америкалық бір белсенді шенеуніктермен бірге жүрген суреттерін жібереді ғой. Ол жүрген суреті, мысалы, кеше ғана шыққан сурет қой, ол 5 жылдың алдында ешқашан жариялаған жоқ. 5 жылдың алдында ешқашан шығарған жоқ. Ол просто ол барғаны, ол бәрін шаруаны шешті деген нәрсе емес. Ол баяғыда, қазір мысалы Қытайдан келген қазақтар емін-еркін кіріп шығып жүрді, уақыт өтіп кетті. Ол Сержанның мақсаты әрбірден айналып келген кезде Қытай компартиясын өзін қорғап отыр. Қытай компартиясының Пекиннің қылмысын ол жасырып отыр, былайша айтқан кезде. Так. Неге дейсіз бе? Неге? Себеп, Сержан Біләш ешқашан Америкадағы Ақ үйге болсын, Америкадағы Конгресске болсын, Қытайдан келген қазақтардың қиналған жағдай турасында ешқашан заңды түрде арыз өткізбеген, бірде-бір арыз өткізбеген. Білесіз ба? Ол тек қана ютубқа айта берген. Сосын, ол өзінің Еркін Азия деген радиосы бар. Солған жаза берген ғой. Оны былтыр 2025 2-ші айда ма, 3-ші айда ма, Трамп өкіметі, Трамп әкімшілігі о радионы жауып тастаған. Оны тексерсе 20 жылдай о радио Қытай компартиясына астыртын түрде арандату бағытында жұмыс жасаған деп, о каналды түбімен қосып бірақ жауып тастаған. Сол каналға Сержан Біләш осы 13 жыл жұмыс жасап келген ғой. Кілең Сержан Біләштің сол каналдағы ақпаратын қарасаңыз, арандату сипатындағы ақпарат. Бәрі арандату сипатындағы ақпараттар. Оны ақштың, қазіргі Трамптың әкімшілігі жауып тастады толығымен. Ол қандай, аты қандай? Еркін Азия радиосы. Еркін Азия, Қытай тілі бөлімі. Так. Енді бұл кісі қазір YouTube каналында өзіңіз айтып отқан сияқты негізгі ақпарат құралы болып тұр ғой. Сол YouTube каналының описание, яғни сипаттама бөлімінде мен мынандай нәрсені оқып қалдым. Мен болашақта Қазақстанның президенті боламын. Сол кезде маған қазір қолдау көрсетіп, 1000 теңге жібергендерге $1 миллион берем, 10.000 теңге жібергендерге $10 миллион берем деген сияқты әрбір көмектерің осы номерге чегімен жіберілсін деп қолдауды солай алып отырған сияқты. Бұл қаншалықты рас нәрсе? Шынымен де болашақта президент болатын болса, бәрімізді айыратын шығар. Енді 1000 теңге берсем $1 миллион берем деген, ол енді мысалы бүгін уәдесін береді, ол уәдесін ұмытып қалады. Ол алаяқтық, ақша жинаудың ең бір
Серікжанның қазір Америкада аш қалмау үшін, тамақтау жеу үшін, жаңағы момын қазақтарды алдау үшін, олардың жаңағы қолданып жатқан тактикасы. Мысалы, қараңыз, 1000 теңге берем деді, 1 миллион доллар болам деді да, ол ешқандай шындыққа жанаспайды. Мысалы, маған 2020 жылы айтты, біз жаңағы Қытайда қазақтарды Америкаға алып келіп, сен маған 10 000 доллар бер деп, мен уже беретін ақшаны наличкамен де беріп қойғам ғой. Біз содан кейін мына жақта 10 000 доллар берсең, Американың депутаттарына ақша береміз, пара береміз деп. Даже сөйтіп сөйлеген сөздер де бар ғой. Пара беріп, мына Қытайды өкіртіп отырып, санкцияны салдырып отырып, мөңіретіп отырып, жаңа Қытайдағы шаруаны шешіп, кейін сенің жаңағы кеткен шығындардың бәрін Алла қаласа адамдар да көмектесетін шығар, сөйтіп қайтарып беремін деп, Соған сөйтіп өзім жинаймын деп айтқан сөйтіп ғой. сендіңіз Сол бе? сияқты. Жалпы, Иә, иә. Ереке, сол Серікжан Біләштің халықтан жинаған ақшалары бұл қалай жұмсалады? Және ол жұмсалған ақша бір есеп ретінде беріліп жатыр ма халыққа? Мысалы, қайда кетті, не үшін? Енді Енді көмек бұл ретінде алып отыр халыққа ғой. қараңыз, халықтан ақша жинау уже 2018-ден басталып кетті. Бұл ақша жинаудың үстінде негізгі жемқоры 3-ақ адам. Негізгі жемқор: Тілек Ниязбек, Мгм. Серікжан Біләш, Бекзат Мақсұтхан. Осы үшеуі бүкіл 8 жылдан бері жиған терген ақшалардың қайда кетіп, қайда жұмсалғанын бәрін білет. Халықтан ақшаны жиғанды білет, бірақ кез келген уағында жиылған ақшаға аты бетін есебін беруді білмейді. Баяғыда мынау Байболат Күнболат деген азаматты қамағанда Секең өзі маған айтқан, думан барып түсір деді. Ойпырмай деді да, барып, мен де айтқанын екі етпей барып түсірдік, контент жасады, сол жерде шығарып алдық қой. Ойпырмай деп Иә, апалармен бірге шықтым, бірақ ертесі күні емес, бір екі күннің ішінде барып Байболатты құтқарыңдар, қазақтың мықты батыр ұлы деп сөйтіп бәрімізді жұмылдырды да, кейін бұл шатадан туған, зинадан туған деп оған қарсы шықты. Және қазір енді Голландияда Серік Әжібай деген азамат, ана апалармен бірге мен бар фильм түсіріп жүрген кезде иә. сол азаматтарды халықтан жиналған ақшаға қыздарға барған, массажға барған деген сияқты әңгімелермен олар өзі таңғалып сөйтіп жүретін. Осындай әңгімелер таратылып, атажұртқа, апаларға түскен ақшаны осылай жұмсады дегізіп. Жалпы көптеген кәсіпкерлер бар, әсіресе сол Қытайдан келген қазақтар бар, иә, бір қолдау көрсетті. Маған біразда айтқан, осыншадан бердік деп. Жалпы бұл не болып кетті сонда? Кете береді, есебі жоқ ақша ма, ол ертең бастарына бәле болмай ма? Неге бірде қолда дейді, одан кейін айналып кетіп қарғап жатады. Енді қараңыз, сол кезде мысалы байбалаттарға жиналған ақша болса, ол байбалаттарға, апаларға жиналған ақша болуы мүмкін да. Мгм. Мүмкін ол ақшаларды мысалға да бұлар жаңағы өздері жиып алған ба, негізі жартысын өздері жиып алған ба, бір бәлесі бар арасында ше. ә, Немесе бұл байбалаттарға ренжіген болуы мүмкін. Біз сендерді реклама жасап, осындай ақша жиып бердік, бізге не қылмадыңдар, анау мынау деп жаңағы айтақтатқан болуы мүмкін. Сонымен енді байбалаттардың ол мақсаты басқа ғой. Олардың істейтін жұмысы Қытайдың елшілігінің алдына барып, туған туыстарын, сол Қытайдың елшілігі, Қытайдың өкіметі болғаннан кейін солар ұстап отыр, солар босасын деп, сол жерге барып отыр да. Бұл Серікжан Біләш маған да айтқан. Ана Байболатқа айтшы, Қытайдың елшілігінің алдына барудан түк пайдасы жоқ, олар ана Алтын Ордаға барсын деген ғой. Енді ойла, Алтын Ордада қамап тастаған жоқ қой Байболаттың туысын, дұрыс па? Байболаттың ойы, Байболат айтады, менің туысымды мына Қытайдың елшілігі қамап тастады, мен сол жерге бару керекпін дейді. Серікжан Біләш бізге айтады, ана Байболаттарды айтып Алтын Ордаға апаршы дейді да. Енді бұл жерде кім Қытайдың компартиясына жұмыс жасап жүр бұл жерде? Есі дұрыс адам, иә, туды өртесе де, бірінші өзі өртеп, Қытайдың елшілігінің алдына барып өзі өртеп, одан кейін елдерге өрте деу керек қой. Бұл өзі қорғап отыр да ана Қытай компартиясын. Серікжан Біләш үшін Қытай компартиясының алдына баруға болмайды да, ана апаларға. Апалар енді Алла жеңілдік берсін олардың туған туыстарына. Ертерек болса шықсын деп тілейміз. Иә, олардікі дұрыс мысалы. Енді туған туыс сол жерде жоғалғаннан кейін сол жерге бару керек қой. Серікжан Біләш айтады, Алтын Ордаға барың дейді. Алтын Ордада қалың саудагерлер оның байболаттардың туған туыстарын бөлісіп қамап тастаған жоқ қой. Бұны арандату бұл.
таза алаяқтық арандатып, ана жаққа барып ертең ұрынып сұрынып, адамдар бір бірімен қырылысып, эмоциямен ойнап, ана көрінген жай өзінің өмірімен сүріп жүрген қазақтардың арасына іріткі салу да. Бұның негізгі мақсаты. Бұл жаңағы Байболаттардың істеген қылықтары Сержан Біләшқа ұнамай қойған соң, бұның шешесінде Байболатты да бәрін қаралап, уже көзімен көріп, жаңағындай тура қолында камераға түсіп қалған видеосы бардай сөйлейді ғой Сержан Біләш. Жақсы, Ереке. Енді Серікжан Біләш қазір Америкада жүріп, түрлі ақш-та митингке шақырып жатыр қазақтар. Жалпы бұдан не пайда, бұндай наразылық акцияларын жасағаннан? Мақсаты не? Сөздің шыны керек, Сержан Біләштің қазақтарды митингке шақырып, арандатып, қан төккізіп, олар қолдарына қару-жарақ беріп, жаңағы террористік бағытта жұмыс жасаудың негізгі мақсаты оның біріншіден өзінің Америкада босқын мәртебесін алу үшін ол қазір күтіп отыр. Қазақстан өкіметінің өзінің үстінен қылмыстық іс қозғап, ол қозғалған қылмыстық істі Американың көші-қон сотына айғақ ретінде көрсету мақсатында мен міне жаңа қудалаудамын, осындай менің үстімнен қылмыстық іс қозғалып жатыр, мен содан Қазақстанға немесе еліме қайтуыма болмайды деген мақсатта бұл қазір барынша момын қазақтарды Қазақстанда ұйымдастырып көшеге шығып, жаңағыдай заңсыз әрекеттерге баруға итермелеп жатыр. Ол бірінші мақсаты. Екінші мақсаты бұл жаңағы қазақтардың арасына іріткі салып, қазақтарды бір-бірімен шағыстырып, қазақтарды бір-бірімен айдап салып, Қытайдан келген қазақтарды Қазақстан өкіметіне арандату, бұл былайша айтқан кезде Қытай компартиясының арманы деуге де болады. Ол сол екі нәрсені орындау үшін бар жанын салып, бар ниетімен адамдарды жаңағы заңсыз әрекеттерге баруға өзі ұйымдастырып, өзі итермелеп жатыр. Оның негізгі мақсаты. Өткендегі 16 желтоқсанда да митингке шақырды Қазақстандағы азаматтарды, иә? Бірақ енді өзі Америкада. Иә. Бұны қалай болады енді ойлаңыз, шетелде жүрген кез келген қазақ, Қазақстанда жүрген қазақтардың проблемасын шешпейді. Қазақстандағы жүрген қазақтардың проблемасын Қазақстанның топырағында жүрген кез келген қазақ өздері керек болып жатса, өздері ұйымдастырып, өздері шешіп алады. Оны айдалада жүрген Сержан Біләш ештеме шешпейді. Ол Сержан Біләш өзі мықты болса, мықты болса, бірінші өткенде Қытайлардың туын өртеткізіп көрсетті ғой. Өзі Америкаға келіп, Қытай елшілігінің алдына барып, бірінші өзі өртеу керек еді туын. Ол өзі өртеген жоқ. Өзі бірінші өртеп көрсін қандай болады екен. Или бізді шақырсын, осында рұқсат алып қойдық, давай, 2 сағат керейін, бізде рұқсат бар, осында туды өртейік деп. Америкаға келгеннен бері Қытай компартиясына наразылықты білдіріп, Қытай қазақтардың ішінен мен шықтым. Ресми түрде жаңағындай Қытайда қазақтар қамап отыр, осындай болып отыр деп 2024-те мен Лос-Анджелесте Қытайдың елшісінің алдына шықтым. Осылай болып отыр, бұндайлар тоқтату керек, бұндай заңсыз әрекеті болдырмау керек деп, соны ұйымдастырған адам, заңгерлер мысалда бізге былай ескертті. Біз қазір деді, мынау Лос-Анджелесте Қытайдың елшісінің алдына барамыз. Короче, бізге Америка өкіметі 2 сағат уақыт берді. Сағат 11-ден 1-ге дейін осы 2 сағат аралығында біз айтатын әңгімемізді айтып, бәрін жариялап, бәрін білдіріп, сол жерде суретке, фотоға түсіріп, жаңағы плакаттарымызды көтеріп, содан кейін тараймыз деді. Енді Сержаны бұл момын қазақтарды ұйымдастыруың өзі, бірі өзі заңнан сауат жоқ, екінші оны біліп тұр заңсыз екендігін, өзі әдейі арандатып отыр. Ондайларды арнаулы түрде, мысалы 18 отбасы деген оңай емес. Қаншамасының бала шағасы бар, қатын, үлкендер шалдар бар, қатындар бар деген сияқты да, мысалға. Ол обалды ешқашан ол ойлап отырған жоқ. Қазір қамалды сотталып кетуі мүмкін, мысалы, заңсыз әрекеттер дәлелденсе, ол соттың шешімімен ол міндетті түрде сотталып кетуі де мүмкін. Сондықтан Сержан болған адам бұларды соттатуды бірінші орынға қоймай, заңдық жауапкершілігін арқалап қалатындығын заңгерлермен ақылдасып алып, баратын жеріне барып, егер өртеуге болса, заңды болса, өртеу заңсыз болса, оны олай жасатпау керек еді. Енді соған біліп отырып, ұйымдастырып отыр. Осындай әрекеттерді немесе жалпы
қорлық көрсетіп жатыр, Қытайда өсті деді де, және соған қарсылық ретінде ту өртелді де Қазақстан билігі мінекей қамап жатыр, Қытайға жұмыс істеп жатыр бұлар деп, оны Конгресске, Біріккен ұлттар ұйымына, Human Rights, солардың барлығына алып барып бір көмектесіп құтқарыстырып жатырмын деп жатыр. Ол қаншалықты нәтиже болып жатыр? Енді қараңыз, бұл Human Rights болсын, Amnesty болсын, жаңағындай Конгресс болсын, ол қалай айттың не? Бұны ұйымдастырған, Сержан Біләштің өзі бұны ұйымдастырған. Ол осындай өзінің арамза ниетін, арам ойын ұйымдастыру арқылы өзінің бірден бір мақсаты Америкада босқын мәртесінен ол 2-3 рет бас тартылғанда, ол да қазір Америкада заңсыз жүр мысалға. Паспорттың уақыты 2025 3 айда бітіп кеткен, визасының уақыты 2021 жыл 7 айда бітіп кеткен да бұл. Қалай ол заңсыз жүре бере алады онда? Қалай заңсыз жүре бере алады? Енді Америкада заң бойынша виза алған екен 6 ай ғана заңды жүре аласыз. 6 айдан артық сіздің жүргеніңіз заңсыз ғой. Бұл 2021 жыл 7 айда бітіп кеткен. Бұл заңсыз жүргеніне 5 жылдан асып кетті. Бірақ енді медиада видеосын қай жерде қалай жүргенін, сонда ол жақта бір миграционный полиция олар жұмыс жасамай ма сонда? Жоқ, бұны енді қазір тексеріп, алда-жалда машинадан проблема болып, бір адамды соғып немесе де машинадан авария болып, бір проблема туылған кез, ДТП болған кезде ғана бұны ресми түрде бэкграунд дейді, чекграунд қылып, бүкіл артқы несін келіп-келуін бәрі тексереді. Бұл сондай кезде ұсталатын болса, сондай кезде ұсталып қалады. Әйтпесе тиіспейді ғой. Әйтпесе көшеде жүрген бейгүнә адамдарды апарып тиісіп ұстап алып ондай жасамайды. Енді бұның жаңағы Human Rights ана нелерге бұл өзі аузымен айтып, өзінің жаңағы бұл көрсетіп отыр ғой. Типа Қазақстан өкіметі 18 семьяның үйіне кіріп, қолдарын қайырып ұстап алып кеткен сияқты қылып, бүкіл ақпарат құралдарын, Америкадағы ақпарат құралдарын алдап жатыр да. Болашақта осы қылығымен, осы алданған қылығы әшкерленетін болса, Сержан Біләш түрмеге жататын болады. Өзінің ұйымдастырғаны дәлелденіп, өзінің осы адамдарды заңсыз түрмеге қамауына, өзінің тек қана Америкадан босқын мәртесін алу мақсатында осы 18 семьяның өмірін ойрандаған үшін ертең болашақта жауап беретін болады. Күндердің бірінде осы қылмысында анықтайтын адамдар шығады. Күндердің бірінде осы 18 семьяның қатын бала шағасы бұның Сержанның ұйымдастырғанының ертең күні сотталған кезде олар әшкерлейтін болады. Қазір олар айта алмай тұр. Біраз түрмеге қамалып, ресми түрде, заң түрде соттың шешімі шығып, заңсыз істеген әрекеттері дәлелденетін болса, өйткені Сержан айтты, бұлар істеді ғой. Сот кім істесе соны қамайды мысалға. Заңмен дәлелденсе. Болашақта бұл да әшкерленетін болады деп ойлаймын. Енді Ереке, мысалға жаңағы қалай десек, жүрген жерге шөп шықпайды дейміз ба? Бұл кісі өткенде Құрал Сейітханұлы деген кісі TikTokта айтып қалды, Сержан Қытайда жүрген кезде Қытайдағы қазақтарды барынша насихаттап, сондай бір топтарға кіргізген еді, жарқын жетіп болып. Сосын Қазақстанға келді де, оларды қамалуына, олардың быт-шыт болуына тағдырының соған себепкер болды. Сосын Қазақстанда жүріп, енді Америкаға кетті де, Америкада жатып, Қазақстандағы қазақтарды арандатып жатыр дейді. Тура осы сөз қаншалықты рас, және былай қарасаң, керісінше бір құтқарып жүрген сияқты образда ғой, халық солай ойлаймыз, солай сенеміз. Бірақ керісінше істеп жатқаны реалды жұмыс, реалны жағдай солай керісінше болып тұр. Құтқарып емес, керісінше одан әрмән барлығын қамалып сөйтіп жатыр. Бұл қаншалықты рас? Енді ол кісінің айтып атқаны өте орынды әрі рас. Енді қаншама қазақтарды қаматты. Айта берсең сөзге, біраз қазақтарды Қытайда мысалы намазға жықтырып, бәрін намазға үйретіп, өзі бірге жаңағы мешіттерге кіріп, намазханаға кіргеннен камера болады ғой, соның бәрі сақталып, адамдар жаңағы сосын қазақи ұлттық дәстүрге қарсы әрекеттерге діни бағытта қарсы келіп, сондай жұмыстар жасаған әрекеттер өте көп. Бұныңша. Содан кейін, енді бұны дәлел ретінде қандай қамады деген кезде мен айталам, Жанаргүл Жұматай деген қыз болды. 2020 ма, 21-лер ма, бұл Жанаргүл Жұматай деген қыз қазірге дейін жоқ болып кетті. Себеп не? Жанаргүл Жұматай деген қызды бұл Қытайда отырған
екінші Сайрагүл Сауытбай шығарам деп бұл Жанаргүл Жұматай қызымен сұхбатқа шығып, сол жерде Үрімшіде тұрған үйінен Қытай өкіметіне қарсы шығуға бұл телефон арқылы 2 сағаттай сөйлесіп, соны үгіттеп Жанаргүл Жұматайды миын жуып отырып, әйтпесе кәдімгідей де сауатты кісі, о да журналист болған кісі. Сол кісінің өзі Сержан Біләшқа алданып, міне бүгінге дейін өлі ма, тірі ма, қайда екенін ешкім білмейді, жоқ. Мысалға да, мына көзбен көрінетін жақында ғана пайда болған Жанаргүл Жұматай деген қызды Үрімшіде осындай халге жеткізді Сержан Біләш арандату сипатындағы. Ондай Қытайда жүрген адамдарды Қытай өкіметіне қарсы қойып, ол 100% қой жерде түрмеге қамалатын. Оны Сержан болған адам олай емес. Қытайда тұрып қарсы шық. Біз сені Америкада Трампқа звондап жатырмын, Вашингтонда Ақ үйге айтып жатырмын, Конгресске айтып жатырмын, сені қазір самолетпен барып алып кетеді дегендей қылып дұқ берген ғой Жанаргүл Жұматайға. Ол қыз сол Сержанның сондай айтқан әдеби алаяқтық сөзіне сеніп қалып, жаңағыдай сол Үрімшіде тұрып Қытай Компартиясының өкіметіне қарсы нәрселерді сөйлеп, сендерді өстеймін, әйтем, бүйтем, мынау деп Сержанның үйреткен сөздерін бәрін айтып отырып, ең соңында қамалда қалды. Сержан болған адам айту керек еді, Жанаргүл Жұматай, сен ақкөк деп, мынау деме, оның айтқандарын істеп, ақырындап жайлап, болмаса мынау ичің дейді ғой, коронавирус бітсін, біткеннен кейін, одан кейін паспортыңды алып, айтатын әңгімең болса, Қытай Компартиясына айтатын наразы арыздарың болса, бірінші Қазақстанға аман есен жетіп ал, болмаса Еуропаға, болмаса басқа мемлекетке жетіп ал, содан кейін айттау керек еді. Бұл алды да, жаңағы өзіне хит жинау үшін, өзінің жаңағы просмотрларын көбейту үшін бір адамның, бір қыздың тағдырын жоқ қылып жіберді. Жанаргүл Жұматай деген қыздың тағдырын Үрімшіде қазір ешкім білмейді. Я өліп қалды ма, я тірі ма, ешкім білмейді. Міне осындай алаяқтық, арамзалық, сорақылық әрекеттермен Қытайдан келген қазақтардың бәрін түрмеге тығытып, түрмеге қаматып, өзі жаңағыдай былайша айтқан кезде, арандату сипатындағы бұл жаңағы Пекиннің ойынын ойнап отыр деп күдіктенуге болады. Енді осы сөзіңіз аузыңызда тура осылай, ол кісі де Қытайда көп қазақтың шығуына өз септігін тигіздім, көмектестім деп жатады. Бірақ кейбір адамдар жоқ, оның керісінше бізге зияны тиді ғой, қайдағы көмектескен деп те сол жақтан шығып келгендер қандастар айтып жатыр. Жалпы осы мәселені бір түсіндіре аласыз ба? Бұл қалай сонда? Шынымен сол кісілердің арқасында шықты ма, жоқ әлде басқа себептер бар ма? Жоқ, бұл Сержан Біләш көмектестім дегені енді бар ғой. Былайша айтқан кезде өтірік деп айтуға болады. Неге? Көмектесу үшін сізде дәлел болу керек қой. Өлдім дегенде бір Сержан Біләш ұлы Қытайдан келген қазақтарды осындай түрмеден шығуына ресми түрде көмектесті деген бір қағаз болу керек қой. Заңды түрде, дұрыс па? Жоқ, былай ақпараттар арқылы шы. Мысалға енді бүкіл әлемге жариялап жатырмын, сол арқылы. Жоқ, ол әлемге жариялағанда бар ғой. Әлемге жариялағанда қандай әлем? Ұйғырлар да бар, басқалар да бар, мысалы. Сержан өзі мен айттым деп шулай береді о жерде. Ол болған жағдайды айтып атқаннан кейін, ол күш болу керек қой. Ол, мысалы, біз айғайлағанда Пекин тыңдай ма? Жоқ, Пекин тыңдамайды оны. Пекинге күші дұқы жететін, кәдімгідей заңды түрде оған қысым көрсете алатын Америка сияқты өкімет болу керек. Еуропа сияқты күші біріккен сауда айналымы, ірі сауда алым берім қатынасы бар. Сол өкіметтер, ондай өздерінің заңдар бар. Ол Сержан ғана көріп отырған жоқ қой, жерде қамалып атқандарын. Америка деген ол былайша айтқан кезде бүкіл әлемнің телекөспен қарап отырған, жаңа үлкен камерамен қарап отырған мемлекет, олар біліп отыр. Олар айтпайды ғой. Ойбай, мен құтқарып атырмын деп. Болмаса Қазақстан өкімет те құтқарған болуы мүмкін. Олар да айтып атқан жоқ, мен құтқардым деп та. Бұл жерде Сержан Біләш арамзалықпен, жаңағындай саяси ойындарда өзінің ұпайына пайдаланып, жаңағы адамдар миын улап айта берген ғой өзі. Мен құтқардым деп 500 мың адамдық ютубке айта берген соң, біздің момын қазақтардың бәрі соған сеніп қалады. Бұл кісі қазір Америкада қандай табыспен күн көріп жүр? Доход, пайда қайдан келіп жатыр? Не жұмыс істеп жатыр? Жанын қалай бағып жатыр?
Бұл кісі жаңағы өзіңіз айтқандай 1000 теңгеге 1 миллион доллар берем, 2000 теңгеге 2 миллион доллар берем деп бүкіл жер бетіндегі қазақтардың бәрін, момын қазақтардың бәрін, өзінің ютубын көретін қазақтардың бәрін алдап сулап, алаяқтықпен жаңағы қайыртылумен өмір сүріп жүр бір жағынан. Бұның негізгі кіріс көздерінің бағыты, мен жаңа айттым ғой, Трамп үкіметі не үшін ол каналды жауып тастады деп мен бір жылдай ойландым. Сөйтіп қарасам, о каналда, ойбай, мен Америкада шулатып жатырмын деп бүкіл берген хабарларын қарап көрсем, Сержан Біләштің BBC-де жоқ. Мысалға да күнде көп хабар шығарады ғой, мысалы. Ал Нью-Йорк Таймста жоқ, Вашингтон Постта жоқ, мысалы да. Ірі әле CNN-де жоқ, мысалы. Ірі ақпарат құралдарында жоқ. Сержан ютубқа шығарған хабарларын қарап көрсем, анау Қытай компартиясына жұмыс жасайтын Еркін Азия радионың Қытай тіл бөліміне бере берген ғой. Ақпараттардың бәрін 13 жылдан бері ше. Бұл бұрыннан бері сол радиода істеген екен. Сөйтсем, былтыр 2-ші айда ма, 3-ші айда ма, Трамп өкіметі сол радиода ақш өкімет ашқанына 50 жыл болған екен. Соңғы 25 жылдарына таяу, ол жаңағы Қытай өкіметіне сатылып кеткен радио екен. Біздің О радиода да тиісіп жатыр ғой, біздікі де жабылғалы жатыр. О радиода Сержан Біләш сияқты қалың арандатушылар жибаған ғой. Арандататын ақпараттарды таратқан. Мысалы, ананы ұрып кетті, мынау соғып кетті, ананы өлтіріп жатыр, ана ұлтты жойып жатыр, мына ұлтты жойып жатыр деп дәлелденбеген ақпараттарын бәрі сол жерге сала береді. Ереке, жалпы енді былай қарап отырсақ, жаңа митингке шақырды дейміз, ол кісіні шетелде бір қазіргі уақытта жаңа президент болам болашақта деп бір оппозицияның рөлінде ғой. Басқа да бірақ біздің оппозиционерлер бар ғой, шетелде тұрған. Әкежан Қажыгелдин, жаңағы Рапунтта барлығы бір оппозиция болып жаңағы. Осы кісілермен неге бірікпеске? Неге ол кісілермен үндеспейді? Неге олармен араласпайды? Сержан Біләш өзінің ақыл ой санасы, ауылда жүрген, сиыр баққан, қой баққан, үйде қолы бос, Қытайдан келген, Қазақстан жазуын танымайтын, сондайларға ғана ақыл айтуға шамасы жетеді. Мысалы, оқып жүрген, Америка, Еуропада оққан, Қазақстанда оққан саналы қазақтарға, жастарға бұның ақылы ешқашан өтпейді. Өйткені қазір жастар өте ақылды. Бұның айтқан сөздерін бәрін дәлелмен қарайды, микрософтпен қарайды. Бұл жаңағы Қажыгелдин, ана мынау кісілерде бұның жанында айтылған сөзі бір жаттан әңгімеде, одан артық шыға алмайды. Бұның деңгейі, ол кісілердің жаңағы үлкен масштабты деңгейде, әлемдік деңгейде, өзінің өмірінде жұмыс істеген, саяси жаңағы сахнада жаңағыдай қызмет атқарған кісілер ғой. Ондай деңгейге Сержан Біләштің сауаты мүлдем жетпейді. Сержан Біләштің сауаты өзіміздің ауылдан шыққан, Қытайдан келген, Қазақстан жазуын танымайтын момын қазақтарға ғана тілі жүреді. Сондықтан екеуінің арасында жер мен көктей парқ болғандықтан, Сержан оларға қосылмайды емес, олар Сержанды қоспайды олар. Ереке, енді ол кісінің өткен өмірі туралы айтып жатырмыз ғой. Мынау мен кеше салған видеоның астына ол кісінің, енді бұрында көргем. Сержан Біләшұлының жас кезіндегі Қытай полициясының формасын киіп ұшақта отырған бір суреттерін салып жатыр да елдер. Сол бар, және қазіргінің өзінде ол кісінің бір туған туыстары Қытайда полицияда қауіпсіздік органдарында қызмет етеді деген ақпараттар тарап жүр. Бұл қаншалықты рас? Және ол жаңағы суреттегі шынымен де өзі ма? Былай қарап көрсеңіз, сурет енді өзіне өте ұқсайды да, былай 80-90% ұқсайды енді. Мен енді мынау өзі, Сержан өзі мен таним деп айтсам, мен адамгершілік тұрғысынан дұрыс болмай қалады. Бірақ ұқсайтын рас. Енді күдіктенетін жағдай бар. Не жағдай дегенде, ең бірінші рет үйленген әйелі Қытайда, Үрімшіде тұрады екен бұның. 20-дан асқан бір қызы бар да. Бір қызығы. Осы әйелі, осы туған өзінің әйелі ғой, әрқандай еркектің бірінші әйелі өзінің ыстық әйелі болады ғой, былайша айтқан кезде, дұрыс па? Бұның өзінің туған қызы бар. Мерзай ханым сияқты ма сізге? Осы әйелі қызы шетелге шықпайды. Білесіз ба? Шетелге кепті, шетелге шығыпты деген көрмейміз. Менің күдіктенетін жерім, бұның әйелі мысалда өмірде бар, Үрімшіде жүр мысалға. Қызы да бар, Үрімшіде жүр да, бұлар шетелге шықпайды.
Мен ойлаймын, мен күдіктенемін, мен дәлелім жоқ. Себебі бұл жаңағы 5 жыл Америкада жүрген кезде бір рет Қытайдың елшісінің алдына шығып, Қытайдың туын өртеген жоқ па Америкада? 5 жылда бір рет Қытай компартиясының істеп жатқан жаңағыдей қазақтарға жасап жатқан паспортын тартып алсын, түрмеге қамаған мысалы қылмысты әрекеттерін Ақ үйге, Конгресске арызданған жоқ. Одан кейін бір сұмдығы бар ғой, бұның бір сұмдығы. Қытай елшілігінің алдына барып, Қытай компартиясының үстіне арызданып, пикет көтерген ұйғырларды бұл боқтап отырады. Ұйғырдың ұйымдары Америкада Қытай елшілігінің алдына барып, Қытай компартиясының артын ашып, Қытай компартиясын жамандайтын пикетке шыққан кезде бұл ұйғырларды ресми түрде ұйғырлар туралы әдейі әңгіме таратып, бұны жамандап отырады. Одан кейін, Лондонда ұйғыр соты болған кезде біздің Қазақстанда тұрған лагерде қамалған қазақтарға Лондондағы ұйғыр сотын ұйымдастырушылы кісілер жіберген шақырту хатынан Алматыға, Қазақстанға келген кезде сол лагерде шыққан қазақтарды Лондондағы ұйғыр сотына жібермей қойды. Оның Сержан мақсат не? Бұл жерде мақсаты Сержан айналып келгенде Қытай компартиясын қорғап отыр. Қытай компартиясының абыройын алдын алып отыр. Мысалға, жанды жеріне келген Сержан Біләш өзі айтқан сияқты Қытай компартиясын боқтауға разрешение алып алған ғой, рұқсат алып алған. Қытай компартиясын жамандауға рұқсат алып алған, бірақ заңды жүзінде Қытай компартиясының абыройын түсіретін іске баруға бұл бармайды, келіспейді. Қызық. Жаңа бірінші әйелі үрімжіде деп қалдыңыз ғой, сонда екінші, үшінші, төртінші әйелі де болған болып тұр ма? Мен танитын әйелдерін айтып берейін, бірінші әйел үрімшіде, қызымен 20 жастан асты. Бұл әйелдері ешқашан Қазақстанға келген жоқ. Мен Қазақстанға Сержан мынау әйел ет деп адамдардан сұрастырдым. Бұл әйелдері, мен байқаймын, әйелдің атын бір кісілерден сұрадым, білеткенде бірдеме деп айтты. Өйткені Сержан Біләшпен көрші отырған ба, тумалас болған, алыс тумалас болған кісілер айтып қалды. Сонда айтқанда сол кезінде үйленгенде 2000 жылдардан. Сол кезде содан қалып қалған ғой, бірға 2000 жылдардан кейін үйленген. Сол әйелі, өмірі Қазақстанға шықпайды, мысалы, өмірі Қазақстанға келмейді. Мен ойлаймын, Қытай компартиясы сол әйелін барымтаға ұстап, Сержанды мына жаққа аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығарып, Қазақстан өкіметін Қытайдан келген қазақтардың арасына от салып, арандатып отыр деп ойлаймын, ше. Одан кейін бұның екінші әйел Лайла. Мысалы, Лайла да енді, мен танитын әйел. Лайла қазір Голландияда жүр. Голландияда 3 баласы бар. Бұл Сержан Біләш, қазақтарды құтқаратын Сержан Біләш, егер қазақтарды құтқаратын болса, өзінің мына Қытай емес, Голландияда тұрған, Еуропада тұрған әйелімен 3 ұлын Америкаға алып келіп құтқарып алу керек еді. Бұл өзінің 3 баласын Еуропаға 6 жыл бойы лақтырып кеткен, өзінің туған қатын лақтырып кеткен Сержан Біләшұлы дүниежүзіндегі немесе Қытайдағы қазақтарды, немесе Қазақстанда қазақтарды ешқашан құтқармайды. Бір адам құтқару үшін өзінің семьясын құтқарып алу керек біріншіден. Ал қазір Америкада бойдақ па? Одан кейінгі әйелі болды. Атын айтпай-ақ қояйын. 2019-да, мысалы, Сержан Біләш қамалатын кезде біз Рақат қонақ үйінде жаттық, мысалда. Мен Москвадан ұшып келдім. Сол кезде Сержан Біләшті бәріміз тамақтандық кешкісін. Мына Рақат қонақ үйінде мен Сержан Біләшқа 818 бөлмені ашып бердім. Сол кезде жанында басқа әйел болды. Мен өзім 635 үйде жаттым да, 635 бөлмеде. Түнгі сағат 1-ден 40 өткенде мен Сержан Біләшті 818 бөлмеге алып кеткен білем. Таңертең орнынан тұрсам, Сержан Біләш 4-5 сағаттан кейін Астанада жүр ғой. Астанада Әбіләзовты боқтап, Әбіләзов, сен арандатушысың, сен оңбағансың, сен қазақтардың арасына ірткі сал, тоқтат, осылай деп бірақ шыға келді. Сол кезде бір әйел болған. Сол кезде, енді қазір Америкада, енді атында айтпай-ақ қояйын, сөздің шыны керек, неге екенін түсінбеймін, халық өз бағасын бере жатар. Бұл жерде де 3 баласы бар бір әйелдің үйінде түнгі сағат 2-де, 4-те, сол жерде сұхбат алып, сол жерде шайын ішіп,
сол түнде сол аялдың туылған күнін өткізіп, сөйтіп өз жалғыз жаңағы қонақ болып жүреді да, былайша айтқан кезде. Так. Анау бір маған суреттер жібергеніңізде ішінен шығып қалды ғой, бір жаңағы Нью-Йоркте бір кісі қайтыс болған, құсадан қайтыс болған дедіңіз, ол қандай тақырып? Енді бұл Нью-Йоркта жаңағы Мұхтаржан деген кісі қайтыс болған. Ол Мұхтаржан деген кісі қайтыс болғандағы себеп 2021-ден кейін Сержан Біләшұлы Америкаға келгеннен бастап жаңағы Мұхтаржан деген кісінің әйелі мен Сержан Біләш жаңағы енді бұл көп адамдар Сержан Біләшқа енді сеніп жаңадан келген соң не қылып екеуің кішкене жаңағыдай көзқарастары жаңа жақын тартып ой өрістері бірігіп кеткеннен кейін жаңағы күйеуі ренжіп жаңағы Нью-Йоркта Сержан Біләш үшінші енді күйеуі ұнатпайды екен Сержан Біләштің, енді арамзалығын білген ғой. Ол өлердің алдында мына Вашингтонда тұратын Гүлзира Әуелхан деген кісіге звондап кеткен ғой. Өлердің алдында бір-екі күн бұрын ба Гүлзира Әуелхан деген кісіге звондап, Тұрсынжан деген күйеуі бар, соған звондап айтқан, мына Сержан Біләшұлына жоламаңдар. Сержан Біләшұлының ойы арам екен, осылай екен деп өлердің алдында айтып кеткен. Кейін бұл анау Нью-Йоркта Базархан деген кісі бар, өзіміздің Қытайдан келген кісі екен. Сол кісінің үйіне барған. Үйіне барып, жаңағы квартира арендаға алып жатқан ғой. Біраз күн жатқан. Сол Сержан Біләшпен жаңағы Мұхтаржан деген кісінің әйелі мен жаңағы Сержан Біләш өте жақын бір-бірімен жаңағы қарым-қатынаста болып, хабарласып, енді саяси мақсатта жаңағыдай митинг сияқты, Қытайдағы қазақтар мәселесі сияқты бір мақсатпен хабарласқан шығар, бірақ оны жаңағы күйеуі дұрыс түсінбеген. Сонымен жаңағы Базархан деген кісі ма, Базарбек деген кісінің ба үйіне барып, сол жерде жаңағы әйелімен ренжіс болғаннан кейін сол үйде қайтыс болып кеткен ғой, құсадан қайтыс болған ғой, былайша айтқан кезде. Қиын. Енді соға қайтыс болған кезде Нью-Йорктағы қазақтарға Сержан Біләш айтқан, жолда машина айдап таксишілік кетіп бара жатқан кезде жүрегі ауырып па, сөйтіп қайтыс болған деп өтірік айта салған ғой. Нағында полиция барып тексерген, жаңа Базархан деген кісінің бәрін тексеріп неған кезде сол жаңа үйден қайтыс болған. Сүйек жаңа үйден шыққан ғой, арендаға алған үйден. Ереке, енді сұхбатымызды қорытындыласақ, мынау сонда қазір енді Қазақстанда ел аузында айтылып жүр, біраз кісілер енді дерек келтіріп мүлде жаңағы айтылған сияқты кейбір суреттер бар. Бұл кісі бір тыңшы, шпион деп те айтылады екен, әдейі деп. Және осы жақында 19 азаматтың соты болды алдыңғы күні. Ту өртеді деп, арандату деп айттық, әртүрлі. Сонда бұл кісінің жалпы мақсаты не? Шынымен де бір шетелдік бір үлкен билікке жұмыс жасай ма, жоқ әлде бір грант алу ма, жоқ әлде бір босқын мәртебесіне ие болып сол жақта қалу үшін барынша кімнің обал сауабына қарамай тек өзі үшін жасап жатыр ма? Түсіндіріп беріңізші, осы тоқетерін айтыңызшы. Енді тоқетерін айтқан кезде мен жаңа айттым ғой, бұның негізгі мақсаты, мен өзім қазір жинақтаған, бұның негізгі мақсаты бір 5-6 түрлі да, бұның главный мақсаттарының бірі. Мен сізге қазір нақты айтып жіберейін. Бұл Сержан Біләштің главный мақсаты, бұл мысалға айтатын болсақ, өткенде менде де ойланып жазып қойғанша, бұл 5 түрлі мақсатта да негізгі. Мысалы, 5 түрлі мақсаттың ішінде, мысалы, мынадай бар да, мысалға, бұл 5 жыл Америкада жүрген кезде, 5 жыл Америкада жүрген кезде, ешқашан заңды түрде Ақ үйге, Америкадағы Ақ үйге, Конгресске мысалға арыз түсірмеген. 5 жылда бірде-бір рет арыз түсірген жерінде ешқандай дәлел жоқ. Бұл бірінші себебі, жаңа сіздің сұрап жатқан. Екінші себеп, бұл 5 жылда Америкада ешқашан Қытай елшілігінің алдына Қытай туын өзі өртемеген. Қытай елшілігінің үстінен арызданбаған. Бұл ешқашан арызданбаған. Бұл Қытай елшілігінің алдына мысалға да митингке жасап, жаңағыдай плакат көтеріп, сондай ұйымдастырған ұйғыр ұйымдарына қарсы шыққан. Бұның одан кейін қарсы шыққанда бұл жаңағының ішіндегісі
Бұдан кейін жаңа 5 жыл ішінде Америкадағы жаңағы үшінші мақсатта ұйғырлардың жаңағы Қытайға қарсы өткізген жиналыстары болсын, Конгресстегі жиналыс, Ақ үйдегі жиналыс, мысалы өзара ұйымдастырған Голландиядағы жиналыс, Англиядағы жиналыс болсын, кез келген жиналыстарына мысалы өзіміздің қазақтардың қатысу керек болса, соған жаңағы жібермеген ғой. Бұл мысалы да, бұл не? Бұның мақсаты әрбірдеңе айналып келгенде Қытай компартиясының абыройын қорғауда. Төртіншіден, бұл 5 жыл бойы мысалға да 5 жыл бойы Америкада Қытай өкіметіне қарсы мысалға да 2025 жылы ақш билігі жағынан жұмысын тоқтатқан, жаңа да айтып кеттім ғой. Мысалы бұл 5 жыл бойы Америкаға келген 5 жыл бойы мында Қытай қазақтарының арыздарын, мысалы Қытай қазақтарының көрген қысымдарын, мысалға да Қытай қысымдарын, бұл 5 жыл бойы мен бүкіл әлемді шулаттым, осылай Американы шулатып бәрін айтып жатырмын дегенде, бұл жаңағы өзі айтқан ақпарат құралдары, жаңа мен сізге айтып өткен ақштың Америкадағы жаңағы Еркін Азия радиосына ғана берген ғой. Ол Еркін Азия радиосын Америка өкіметі жауып тастаған да, мысалға. Бұл да былайша айтқан кезде Қытайдан келген қазақтарды алдау. Енді 5-ші жағы, бұл 5 жыл Америкада мысалға Қытайға наразы халықтардың ақпаратын мысалға бұл былай істеген. Осы 5 жыл Америкада жүргеннен бері мысалға Қытайға қарсы, Қытайды ұнатпайтын адамдардың мысалда кісілердің ақпаратын YouTube каналына шығарады. YouTube каналына шығарған соң, бұл YouTube каналынан ар жақта Қытайдың полициялар бәрі көріп отырады. Қытайдың кембісі болсын, Қытайдың өкіметі көреді, бұны сол ар жағынан түрмеге қамауға негіз болады туыстарын. Бұл жаңағы YouTube каналын ортаға ашып қойған. Ол YouTube канал жаңағы VPN мен Қытай өкіметте көріп отыр. Қытайдан келген қандай қазақ Сержан Біләшұлының каналына арыз берсе, сол арыз берген қазақтардың даниларын алып, документтерін алып, Қытайдан туыстарын қысып отыр да бұл. Сол жағынан бұл жұмыс жасап отыр. Одан кейін 6-шы бір жағы бар. Сержан Біләшұлы мысалға айтып көрсек, мысалы біздің мына Ерсін деген бір жігіт бар, білесіз бе, білмейсіз бе, білмеймін. Қытайдан келе сап, қазақтардың арасына ірткі салумен айналысып кетіп, мына Украинаға қашып барды, одан Еуропаға қашып барған бір Ерсін деген жігіт бар. Білесіз ғой, бұл Сержанмен тығыз байланыста. Оны Қытайдан арнауыл жібергенде, ал оны апарып Еуропа үкіметі, Польша үкіметі Қытайдың тыныш деп түрмеге жауып тастады. Бір Сержанға жолаған, Сержанмен ұқсас жұмыс жасайтын, қазақтардың арасына арандатумен айналысатын, Қытай компартиясының үстінен ресми түрде арыз жазатын адамдарды жаңағы қаралаумен айналысатын осы Еркін Ерсін деген жігітті Польша үкіметі түрмеге қамап тастады. Себеп Қытайдың тыңшысы деді. Одан кейін Америкада Гонги деген жігіт бар. Гонги деген Қытай. Ол да солай. Қытайды деген өлтіріп отырып, жамандайды, бірақ Қытайдың үстінен ешқашан арыз жазбайды. Америкада Қытай үкіметіне қарсы, Қытай үкіметінің қылмысын әшкерлейтін Қытайдың таза Қытай белсенділермен үйіне, мысалда Америкада Лос-Анджелестегі талай-талай үйіне бір айлап, 2 айлап қалың адамдарды жіберіп қойып мазалаған кездер болды. Соның өзі 165 жылға сотталып кетті. Қытайдың тыңшысы болып. Бұлардың істейтін жұмыстар, ол мысалы Қытайлардың арасына арандату жұмыстарын жүргізеді. Өзінің Қытайды жек көретін бүкіл Қытайлар жиып алды да, оның ақпараттарын жаңа Қытай өкіметіне таратып отырды. Ол да түрмеге қамалып кетті. Бұны да Сержан сияқты жұмыс жасайды. Одан кейін тағы бір ұйғыр қамалып кетті Новоргияда. Елшат деген ұйғыр. Ол дүниежүзілік ұйғыр конгресс па, ұйғыр ұйымы бар ғой. Сол ұйғыр ұйымының хатшысы болған. Талай жыл жұмыс жасаған, Қытайшан жақсы сөйлейді. Сержан екеу ой деген жаңағы Америкадағы ода жабылу үстіндегі ақпарат құралдарына ылғи да сұхбат береді. Сонымен Сержан Біләш екеуі де бірге берген сұхбат бар. Оның өзі де Новоргияда қамалып кетті Қытайдың тыңшысы болып. Одан кейін жаңа Чунчиннан келген тағы бір Қытай бар. Чунчиннан келген. Ол Голландияда түрмеге қамалып кетті. Бұлардың бәрі қарап көрсең, Сержан сияқты бір тектес жұмыс жасайды да, анау момын қазақтарды, халықтарды бір-бірімен
соғыстырып, бір-бірімен арандатып, оларды өкіметке қарсы қойып, сондай жұмыстармен айналысады ja бұлар. Одан кейін жақында Қытайда Шинжаңда полиция болған Ғизат деген бір жігіт бар. Ғизат. Мгм. Ол да Қытайдан шығып, мысалда Францияға кетті. Ол қазақтарды, ол да Сержанның істейтін жұмыс тәсілі бірдей. Қазақстанда қазақтарды кілең арандатумен айналысады. Қазақстанда қазақтарды өкіметке жамандаумен айналысады да. Міне қазір айналасында ол қамалған жоқ әлі. Ол Францияға міне 1 жылда болған же келгені. Алла қаласа ол да қамалады. Қамалатындар бәрі қамалып жатыр. Қазір Сержан Біләш аман жүр қамалбай. Алла қаласа Сержан Біләштің арандатқан істері дәлелденетін болса, бұл да түрмеге жатады. Міне бұның Сержан Біләштің істейтін жұмыстары Қытай компартиясының жаңағы жанды жеріне тиетін арыздар жазбайды, үстінен қылмыстық іс қозғалатын істерді істемейді. Қытай компартиясының үстінен арыз жазатын ұйымдарға, шетелдік ұйымдарға, шетелдік жаңағы белсенділерге Сержан Біләшұлы қаралаумен жұмыс жасайды. Кезінде Сайрагүл Сауытбайдың өзін ұйғырлардың ұйымына кіріп, Қытай компартиясының үстінен арыз жазған кезде Америкаға келіп, Сайрагүл Сауытбайды Лағмангүл деп жамандаған. Міне Сержан Біләш деген осы. Осылай деңіз. Осындай арамызда жаңа арандату әрекеттері бар. Енді Ереке, рахмет. Ақиқатын Алла біле жатар. Енді әркімнің өз ақиқаты да бар. Бірақ шындық, ақиқат Алла біледі ғой. Енді ол кісі сұхбатымызды көріп, жоқ, бұлай емес, Ерланбек мырза қателеседі, мен бұлай айтатын едім десе, оны да көріп жатармыз. Біздің ойымыз ақпарат жеткізіп, өзіңіз сұхбат бергім келеді дедіңіз, сұхбатыңызды алдық, функциямызды атқардық. Еркек болса өзі де сізге келіп сұхбат берсін, менің айтқаным өтірік болса өзінің шындығын айтып, кез келген Қазақстанда жүрген журналистердің бәріне сұхбат беріп, дәлелімен көрсетіп, еркекше бәрін өзі дәлелдесін. Пожалуйста, ешқандай айтпаймын. Сонымен, құрметті көрермендер, біздің сұхбатымызға байланысты өз пікірлеріңізді жазыңыздар, каналымызға жазылып қойыңыздар. Шынымен де әр нәрсені бір жақты қарамай, жан-жақты, шын нақты дәлелдерге қарайық, бақылайық. Өйткені бізге көрініп жатқан бер жағы болса, ар жағында не жатқан білмей жатады екенбіз. Сондықтан әртүрлі ракурстан қарасаңыздар, көп нәрсеге көз жеткізудің мүмкіндігі бар екен. Арнамызға жазылып қойыңыз, видеоны ұнаса бөлісіңіз, лайк басуды ұмытпаңыз. Жақсы, рахмет, Ереке. Жақсы, сау болыңыз, сізге де рахмет. Амандық болсын.